Аулада 5 терек, 2 үйеңкі өсіп тұр. Аулада барлығы неше ағаш өсіп тұр? Бұл есеп. Есеп шығару, үй салу сияқты. Есептің әрқашан құрама бөліктері болуы керек. Егер мәтіннің бір бөлігі болмаса, онда ол мәтін есеп бола алмайды. Есептің бірінші және негізгі бөлігі оның шарты. Есепте берілгендер оның шартында айтылады. Есептің келесі бөлігі сұрақ. Сұрақ қою арқылы есепті қалай шығаратынымызды анықтаймыз. Сосын есептің шешімі және жауабы. Қане, есептің шартын құрып үйренейік. Бірнеше тәсілмен құруға болады. Бірнеше тәсіл сурет. 5 теректі 5 қызыл шеңбермен, ал 2 үйеңкіні 2 жасыл шеңбермен белгілейік. Сұрақ: барлығы қанша терекпен үйеңкі болды? Екінші тәсіл сызба. Сызбада 5 терек көрсетілген. Және 2 үйеңкі. Сұрақ: барлығы қанша терекпен үйеңкі болды? Есеп шығарудың келесі тәсілі қысқаша жазба. Бізге 5 терек ағашы, 2 үйеңкі ағашы екені белгілі. Сұрақ: барлығы қанша терек, қанша үйеңкі болды? Енді шешімін тауып, жауабына жазамыз. Ол үшін 5-ке 2-ні қосамыз. 5 қосу 2 тең 7. Жауабын жазамыз. Үйдің ауласында 7 ағаш өсіп тұрды.